Қайырлы күн, қайырлы кеш. Қалдарыңыз қалай? Алтын Айске ютуб арнаның көрермендері, қазір осындай алғыс хаттың дизайнын қалай жасаймыз, қалай осындай қазақы клип-арттарды пайдалануға болады деген темалармен бөлісетін боламын. Ең алдымен Pinterestке кіріп, біз мадақтама, грамот, алғыс хат, диплом сияқты соның артқы фонын көшіріп аламыз. Ол үшін Pinterestке кіргеннен кейін астындағы лупаның үстін басып, қажетті сөзімізді енгіземіз. Мендегі керекті нәрсе ол фон казахском стиле. Вот шыққан ұнайтын мына көктің үстін басайын, соған ұқсастары шығады астында. И ұнағанның үстін басып кіргеннен кейін үстіндегі шточкамен скачать изображение деп мен оны галереяма көшіріп аламын. Ендігі кезек бізге студия деген приложение керек болады. Ол приложение сіздерде айфонда да андроидта да бар. Осы transparent деген форманы ашамыз, немесе image деп, біз all photos деп галереядан бағанағы көшірілген фонымыздың үстін басамыз. И сразу мінеки размермен ашылатын болады, бізге қажетті размерменен. Главный фотоның үстін басып edit дейміз, и астында adjust дегенмен sharpen деп резкостін көтереміз, сапасын көрсетеміз. Потом осындай клип-арттан салып алған фотомызды копировать етеміз да, үстін басып тұрған айфондарда, и мына жаққа паста деп вставить етеміз. Керекті жерімізге қоямыз. Бұндай иллюстрацияларды салуды егер сіз білмесеңіз, онда менде акциямен 990 теңгеге курс бар. Дәл осындай иллюстрациялардың жасалу жолын көрсететін боламын. Түсінікті түрде, қазақша, ол тегін жасанды интеллект. Міне мынаған осындай наурызға қатысты бір сурет салшы дегенде осылай салып берген, тоже үстін басып копировать етіп мына жаққа вставить етеміз. Сіздер егерде осындай клип-арттарды, осындай иллюстрацияларды салудың жолын білмесеңіз, онда менде 990 теңгелік курс бар. Осындай иллюстрациялардың телефонмен тегін приложенияда жасалу жолын көрсетемін. Енді оны алу үшін мен директпен немесе WhatsApp номермен жазсаңыздар болады. Бір фотоны екінші фотоны артына келтіру үшін осынау слойға барып, астыға үстіге тартсаңыздар, жанындағы сызықпенен бірінің астына келіктіріп әкеп келесіздер. Мысалы, мына аударыспақ ойнап жатқан балалар арқан тартысып тұрғандардың астында тұр, иә. Енді қарасақ, аударыспақтың артында құйрығы дұрыс кесілмей қалыпты. Сол үшін маск дегенге барамыз да, екінші тұрған домалақпенен артық жерін қиып алып тастаймыз, чтобы әдемі көріну үшін. Енді келесі кезекте біз көлемін кішірейтіп көрейік. Және арқан тартысып тұрған балаларды біз керісінше қою үшін, міне rotate бірінші кнопканы басамыз. Сол кезде керісінше аударылды. Яғни бізге бірінші үлкені, потом барып кішірейіп кеткені қажет болды. Осылай бұрдым. Ал енді шарпаймен сапасын көтеріп алайық. Келесі кезекте бізге сөздерін жазу керек. Алғыс хат деп жасайын. Сіздерге қазақ тілді танитын шрифттар қажет болса, тоже жекеме жазыңыздар, ссылкасын жіберемін. Бұл шрифттарды YouTube арнама жазылғаныңыз үшін мен тегін беремін. Осылай color бірінші тұрған пипеткамен таңдап, осындай адамдардың үстіндегі киіммен мен қойдым қоңыр түсте. Келесі текстарымыз тоже А дегенді таңдап, текст енгіземіз. Бұл тексті енді мына жандағы рамкамен сарыны қойдым. Бұл енді сары қарасаңыздар көрінбей тұр. Сосын домалақтың үстін басып edit дейсіздер да, кішкене пауза ноқтарымен ары-бері ойнасаңыздар, прям қанық қылып түспейін дегендей. Осылай өзіңізге қажетті түсті ала аласыз. Енді тоже download деген жерде өзіңіз қойған шрифттардың арасынан ұнайтын әдемі біреусін алып келеміз. Мінеки KZ Sign Painter ма? Сондай шрифт алдым. Астыға түсіріп реттеп, араларын ашып, осылай әкеліп қоямыз. Мына жаққа бөлім меңгерушісі немесе ауыл әкімі деп мен жаздым. Аты жөнін жазғаннан кейін арасын ашып, қос нүктеден кейін, чтобы қолын немесе печатын қоятын жерін қалдырып кетеміз. Сіздерде осындай макеттердің барлығын пустой түрінде жасап, канал қылып сатсаңыздар болады. Осындай алғыс хат, мадақтама беретін мекемелер,
садиктер пустой қылып сатсаңыз сұранысқа ие. Әсіресе қазақ тілді осындай иллюстраторларды сіздер қалай жұмыс істеу керектігін үйреніп алсаңыздар, өте керемет 2024-те хит боласыздар ғой. Вот мінекей дайын. Ұнап жатса каналға жазыла кетіңіз.